Bull 56 қабатты Бурдж Аль-Арабтың төбесінде небары 27 метр диаметрлік тікұшақ алаңына ұшақты отырғызып, жаңа рекорд орнатылған кез. Ал бұл дәл сол Бурдж Аль-Арабтың төбесінде Формула 1 жүргізушісі жарыс машинасында дрифт жасаған кез. Ал мынау болса, парашютшінің ең биік жерден, яғни ғарыштан секіріп, жаңа рекорд орнатқан сәт. Бұның бәрінде ортақ не бар? Осының бәрін энергетикалық сусындар өндіруші компания Red Bull ұйымдастырған. Red Bull'ның жасамайтыны жоқ сияқты. Тіпті компанияның YouTube арнасындағы видеоларынан бірінен біреу бұл компания арасында энергетикалық сусын сатып та үлгереді деген қызық комментарий қалдырып кетіпті. Осы жолы біз жай ғана энергетикалық сусын сатушы компания емес, сондай-ақ спорт пен ойын-сауық саласындағы ірі инвестор Red Bull туралы айтып береміз. Тай кәсіпкері Чалео Ювидия мен австриялық кәсіпкер Дитрих Матишиц 1984 жылы Red Bull компаниясын құрды. 1982 жылы Матишиц Таиландқа іс сапарға барғанда джетлаг кезінде көмектесетін жергілікті Кратинг Дайнг деп аталатын энергетикалық сусынды ішіп көрді. Сусынның күш беріп көмектесетінін байқап, оны Европаға алып келгісі келді. Ол Чалео мен серіктес болып Red Bull деген компанияны құрды. Бірігіп инвестицияласа да, компания Матишицтің қарауында қалады деп шешілді. Матишиц таиландтық сусынның тәттілігін төмендетіп, дәмін европалықтарға ұнайтындай келтірді. Жаңа сусын Red Bull 1987 жылы Австрияда энергетикалық сусын ретінде сатыла бастады. Сусын жастар арасында танымал болды. Бірақ басында Германияда оны сатуға тыйым салынды. Сондықтан шекарадан өтіп, Австрияға сол сусынды алу үшін арнайы барғандар көп болды. Осы себептерден Red Bull алғашында заңсыз сатылатын сусын ретінде танылды. Бірақ уақыт өте Европада, кейін Америкада танымал болып, компанияның сатылымдары өсті. 1997 жылы Red Bull қанаттандырады деген өзінің ұранымен жарнамалық роликтер түсіре бастады. Шыны керек, Red Bull жарнамалары бөлек өнер түрі. Red Bull қанаттандырады. Red Bull өз сусынын студенттер арасында көп жарнамалады. Жастар жиындары осы Red Bullсыз өткен жоқ. Ал бармендер Red Bull арқылы көп ақша табуға болатынын түсінді. Клуб пен барларда бұл сусын міндетті түрде бар болатын. Және Red Bull негізінде түрлі коктейльдер дайындайтын болды. Қазір Red Bull сусыны 171 елге таралды. Ал 2012 жылы Red Bull әлемдегі ең танымал, ең көп тұтынылатын энергетикалық сусын болды. Компания көп нәрседен табыс табады. Бірақ табысының көбісін энергетикалық сусындарын жоғары бағамен сатудан табады. Дегенмен, бренд өз пайдасының көп бөлігін маркетингке қайта құяды. Маркетингке осындай көп бюджетті бөлудің мақсаты тұтынушылардың нөмірі бірінші таңдауы болып сатылымды арттыру. Көбісінде Red Bull спортпен байланысты шығар. Red Bull энергетикалық сусын өндірумен қатар спортқа көп демеушілік көрсетеді. Қандай да бір спортты қарасақ, Red Bull спортпен бірге қатар жүреді. Компания Бразилиядағы Red Bull Bragantino FC, Австриядағы RB Salzburg, Германиядағы RB Leipzig және американдық жоғары футбол лигасындағы New York Red Bull сияқты көптеген спорттық командаларға иелік етеді. Сонымен қатар, Red Bull 2 Формула 1 жарыс командасына ие. Red Bull бұған қоса заманауи спорт түрі киберспортты да қолдайды. Киберспорт бойынша түрлі чемпионаттар мен командаларға демеушілік көрсетеді. Айтпақшы, өткен видеоларымыздың бірінде біз киберспорт туралы айтып бергенбіз. Қызық болса, көрулеріңізге болады. Red Bull өзін жарнамалау үшін үйреншікті маркетинг амалдарын қолданбайды. Олар тарихта атын қалдыратындай оқиғаларды өздері жасайды. Бұның ең керемет мысалы 2012 жылы австриялық парашютші Феликс Баумгартнердің ғарыштан секіруі. Ол 39.045 метр биіктегі капсуладан секірді. Максималды жылдамдығын сағатына 1342 километрге дейін жеткізіп, стратосферадан өтіп, атмосфераның тығыз қабаттарында баяулап, парашютын ашты және Нью-Мексико штатының шөліне қонды. Парашютші бұл сәтке жылдар бойы дайындалды. Бұл оқиға трагедияға айналмас үшін Red Bull 120 ғалымды арнайы жалдады. Феликстің секіруін Red Bull YouTube арнасына 8 миллиондай көрермен бақылап отырды. Сарапшылар айтуынша, Red Bull бұл жобаны жүзеге асыру үшін 50 миллион евро жаратты. Жоба нәтижесінде 3 ресми әлемдік рекорд орнатылды. Парашютпен секіру биіктігі, құлау жылдамдығы және еркін құлау қашықтығы бойынша. Red Bull қанаттандырады деген дәл осы. Спорт саласында маркетингісі зор болса да, Red Bull табысының 90% энергетикалық сусынды сатудан келеді. 2023 жылы компания 12,1 миллиард банка сусынын сатып, шамамен 10,55 миллиард евро тапты. Дегенмен сарапшылар айтуынша, компания тек бір өнім өндірумен үлкен тәуекелге ұшырауы мүмкін. Спорт тауарлары арқылы өз нарығын кеңейтіп, жаңа тұтынушыларды тарту бойынша шаралар қабылдағаны жөн деп санайды. Немесе күндердің күнінде Red Bull толығымен спорт саласына кетіп қалуы мүмкін бе?